және балабақша ұжымы. Бүгін бізде ерекше мереке. Үлкен мереке, яғни бұл мереке қуанышы мен қызығы мол балалардың балабақшамен қоштасу мерекесі. Нұрдана атты сарайда білім шашқан маңайға бір патшалық болыпты, ішіне бақ қоныпты, іші өнерлі балаларға толыпты, оң мен солын таныпты. Алдарыңызда Мейіржан Нарол Мейірханұлы. Шырқап айтар әсем ән мен жырымды, құралай бар талантты әрі білімді. Алдарыңызда сұлу да сымбатты қызымыз Құрбанбай Құралай Ерлан қызы. Естелікте, жүректе, зола сезім тілекте, алға басып, арман қадам басар мектепке. Бала бақша бол күнім, ерке деген әр күнім, достарыммен бірге өткен бақыт болды әр күнім. Мен бақша қимаймын, саған жесін кетпейдім. Күндері есіне жетпейдім. Қоспал жайлап бекендім, ойнайтын белеткенім, бала бақша жайлап, бар жақсын ереткен. Үй жақшыма бақшама білмей созар үлкен сондықтан ортақ бала боламын. Күн соңында бақшада еліп қонамын. Мен бақшаға барам, ойнаймын аңсамын, тәрбие шапыр досы бар қуаным. Бала бақша келем, қоштасам өзіммен, алға қадам басам, ерекше бір сезіммен. Балалар, мерекелік тақпаққа. Рахмет, Құралай. Ал ата-аналар, қазір алдарыңызда
Жалқаубек атты көрініс. Балалар, бір күні Жалқаубек атты бір балақай мектептен келіпті. Балалар, қазір барлығымыз бірге тамашалаймыз. Мен келдім деп мектептен шапқылап келген Жалқаубек апайы берген тапсырманы орындаймын деп сөмкесін ашса, апайы көптеген тапсырма беріпті. Деп қалай орындаймын деп түсінбей тұрған Жалқаубек деп анасынан көмек сұрауға барыпты. Деп атасына келіпті көмек сұрап. Деп әкесіне барыпты. Әпкелеріне барыпты көмек сұрап. Соңында Жалқаубек әжесіне келіпті. Деп әжесі баласын ұйықтатқызып, барлық тапсырманы өзі орындап, баласының сөмкесін дайындап қойыпты. Сосын баласын оятып, сабаққа жіберіпті. Еркелеткен баласын сабаққа жіберіпті. Сабаққа кеткен соң, отбасы оның сабақтан келуін күтіпті. Сабақтан келген Жалқаубек отбасына мақтанар болып, деп сабақтан келіп, апайының қойған бағасын отбасына көрсетемін деп. Апайы қандай баға қойыпты көрейікші? Балалар, апайының бағасын көрейік, қараңыздар. Апайы жазыпты, әжесі жарайсыз деп 5 қойыпты. Содан Жалқаубек ұялып қалыпты. Ой, Жалқаубек, балалар айтыңдаршы, Жалқаубек дұрыс жасады ма? Жоқ! Ұстазы кімге 5 қойыпты? Әжесі. Үй тапсырмасын кім орындады? Әжесі. Кім орындау керек еді? Жалқаубек орындау керек еді, балалар. Енді өз ісінен ұялған Жалқаубек достарына уәде беріпті. Бұдан кейін өзім орындаймын деп уәде беріпті. Алдарыңызда Жалқаубек көрінісімен атасы Марат Дарын, әжесі Құрбанбай Құралай, анасы Жасур қызы Аружан, Жалқаубек Бақыт Ахмедияр, әпкелері Бауыржан қызы Сымбатай мен Бауыржан қызы Аймира, әкесі Рустам Жақсылық. Жалқаубек көрінісі. Қошеметтеріңіз ата-аналар. Күн қандай, қалайша қаласын нұрланбай, вальс билесе түлектер, жер шары айналып тұрғандай. Алдарыңызда Балдәурен тобының ұл-қыздары вальсін тамашалаймыз.
белі аяғы жоқ ешқандай табаны жерге тимейді, қыздар ғажап билейді, бей сұлулық әсемдік, сымбат сең шіркін қолдарын, қандай белі аяғы жоқ. Арымыздың тренд биін тамашалаңыздар. Я пьяный молодой, пары как домой. Керемет. Vals билейді шаттана. Вальсіміздің екінші бөлігін тамашалаңыздар. Вальске. Thank you.
Bitіңдер қыздар. Қараңдар. Бар балаға тамақ беріп, бүгін мына балдардың біреуін ана жеріне, біреуін мына жеріне үйге алып кету керек та кешке жақын. Үйде киіп көрсетіп, мына бәлізге қалай қасып керек, қайсысын... Айнал. Апа қалай? Апа сәлем, қалайсыз де? Апай сәлем қалай? Апаға. Апаға ма? Апа қалай? Мадия. Құралай. Диана, фамилияны түсіріп алайын, лентаңды.